Егер сен күліп қойсаң, лайк бас. Бүгін Шәріп пен Ринат қой батылда. Кім мықты, қазір көреміз. Соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпа. Ал, темір тұлпар құтты болсын досым. Рахмет досым. Жуайық бір. Құйсайық. Батыр. Артқа тық. Қатын келатыр, артқа тық. Артқа тықшы. Артына ма? Артқа тық тез. Келатыр ғыны. Артқа тықшы. Артқа тық. Артқа тық. Не болды? Ештеңе қойып. Артқа тығып үлгермей әйтеуір. Не жеп отырсыңдар? Кесе отсай. Мынаң бәрі тобырлап заказ бере бергенсіңдер? Просто счет 15 мыңға жеткізу керек болды. Жайша? Ал пиццаға 6 жыл болған. 15 мыңға сауда жасайсың, чекті барабанға тастап кетесің. И Mercedes Benz ұтып алуың мүмкін. Сыйлыққа беріп жатыр өздерінің клиенттеріне. Машина ұтып алынша, Онда 15 мыңға заказ дайындап берші, не келеді бәрі. Болды. Қуана. Көлікті ұтып алуыңызға тілектеспін. Ал, біздің қатын ба дейді? Сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің? Неғып гүлдеп кеттіңдер? Мама папам тапшы жазамадың ба? Інім мен сіңлім ғой? Асқа не жаңалық болатыр? Ачу сақ шайнап тұрсың, а? Просто аузым сасып. Саған да шайнау керек сияқты ма? Екеуі қайтпай ма үйіне? Үйдегілер қарауыл болсын деп жүрді ғой? Үйіңнің алдында тұрып қой сен. Осыны ана әке-шешең терезеден қарап тұр ғой. Ештеңе істемей тұрып қой нерді? Қорқады ол. Бүгін ауа райы зор болып. Хай! Біздің жерде керемет, одан асқан не керек? Қамқоршымыз болып жүр. Ауыстыйден мороженое беріп. Алар бұрын мороженое жемеген ба? Шота жеземіз түсінбеген сияқты болады. Екінші дәреже көтек. Жезде деген қайнылардың тірегі. Оны білем, қайны болғалы. Бізге ауыстыйын мороженое әпереді. Лай. Қайта қалантегі мұзды бермепсің оларға? Онда ана әпшелеріңді маған беріңдер бір мороженеге. Онда ана тошқысан ананасовый мороженое әпересің. Келістік қоя, онда екеуіңе бір ананасовый мороженое. Зор екен. Зор кетті, я. Мен де зор кетеді. О, бұйқа! Онда жеп болсаң да біз қараңғы жаққа барып қайтайық. Қақа? Қараңғы жаққа? Бағана сағыз шайнамаған мен. Не істейсіңдер ол жақта? Ішім өтіп жатыр. Қайтасыңдар ғой уже. Рахмет жездеріне, ауыстыйын ананас мороженое зор екен. Біз қайтқанда. Әпше сіздің балаңызға қарайды. Балаң бар ма не сен? Екеу ақ қой? Ішке шай кеп бересің. Виник беріп жібересің, виник ұратын. Брат, пихта беріп жібересің, себебін иіс шығарып тұратын да. Мұзой, пиво әкеп берші. Іште братым сұрап отыр да. Жаңа әкелген пиваны қайталашы бізге, әкелген пиво ше, мұзой зор екен ше. Так. Қанша бала? Ал пиво әкеп берші. Ей, жаңа бірінші. Бағана бес әкелді кесті әкелді. Әкелші. Айттың ба? Полный әкелді, заш полный. Есіне. Когда бір апта жүріп асығып үйленіп алдым. Бағым бар екен ше, әйтеуір алдым ғой сен. Айтпашы. Иіс бар ма ана жақтың? Я, не болды? Көзім ашып кетті де. Қалып жағда үйреніп кетесің. Айбет темекі шегесің ба не? Я? Мен де бір ауыз сұрамаппын да. Сен шекпейсің ба? Иісіне аллергиям бар ше. Қалып жағда үйреніп кетесің. Үйрене беремін осында. Аяғың иіс шықса да, темекі шексең де, главное, сен алдың ғой, бағым бар екен ше. Ринат, мен тағы бірдеңе ұмытып кеттім. Не болды тағы да? Мен 4 айлық балам бар şimdi. Аяғым ауыр. Соны ұмытып кеттің ба? Қалып жағдайға үйреніп кетесің. Үйрене берем ба сонда? Сосын мен осыдан кейін тумаймын деп отырмын. Главное, мен алды ғой, бағың бар ғой. Сол бақ жоқ ау. Сен ғана бар болып тұрсың ғой. Сол бақты көрмей кетеміз ғой. Мынау да бір ашпай кетті ғой. Не қылды? Ринат, телеграмдағы блогерлардың видеосын көрейінсің ашпай тұрды. Байфеуш. Вапе отқанда джокер болып дейтін магазин бар ше, гигабайт сататын. Арзанша гигабайттар мен тикток профилімде тұр, соған сабалсай. Қарсай. Білет, не көрсетіп жатсың? Қалып жағдай үйреніп кетесің. Бір жақсы нәрсе үйрет шығарасың да. Бұдан артық не жақсы нәрсе үйреніп кетесің. Ештеңе үйретпей қойшы бұдан кейін. Әрқыл қышыршы. Қышымам да болмай. Бар. Үйге порошок бар ма? Порошокпен жуылмақшы ма? Иә. Ой. Болды, как раз күтіп отырамын, мен соны қойғанша. Ассалаумағалейкум, брат. Шатасып кіріп кеттім, есік ашып кеткен бе? Мен ғой де ана. Қой, бетің жуылды ма не? Ой, қалып жағда үйреніп кетесің әлі. Жылайып. Папа, сізді іздеп жүр ғой? Кім іздеп жүр?
ит ататындар. Ей! Айуан. Саламатсыздар ма? Не болдың? Жабайы қаңғыған иттер жоқ па? Ит ататын едік біз. Сендер өздерін жетістіріп алыңдаршы. Байлаулы біреуі бар. Жоқ, байлаулы иттерге тиіспейміз. Оны аттайсыңдар ма? Қаңғып жүрген иттер болатын болса, хабарласарсыздар. Кім келген? Сені іздеп жүргендер ғой. Менім? Кімдер іздеп кепті? Ит ататындар. Не болды? Ой, мынау жаңадан бері запись жіберіп жатыр мына подругалардың группасына. Біреуі бармайды. Гигабайтың жоқ шығар енді. Сол гигабайт таусылып қалған онда, я? Қашан қайтам? Гигстриттен асыш? 100 теңгеден ғой гигабайты. Актив, Алтел, Теле2 бәрі бар ғой. Күшті ғой онда. Атқыза салу керек еді. Когда жасың 30-дан асып кеткен, срочно үйлену керек. Саламатсыз ба, инстаграмым сіз едіңіз ғой, Я саламатсыз ба? мына төртеуі кім? Балдарым ғой? Балдарың бар екен, айтпадың ғой сен? Ой, айтатындай емес, төртеу ақ қой, 5-6 болса мақұл екен. Так болсаң өлтіріп қоятын шығарсың, ә? Брат, әлі шешілген жоқса шеше салайыншы, айтамын, ә? Жарайды. Мыналар немене бөле? Төртеуінің түрі төрт түрлі ғой. Дұрыс қой, төрт адамнан ғой. 4 рет тұрмысқа шыққасы ба? Жоқ, 2 рет. Қалай ол? Ол былайша тие беретін шығарсың. Жоқ, ұзатып аласың ғой. Мына төртеу не істейді сонда, артына еріп жүре ма? Гүләп шығады ғой төртеуі. Гүл? Гүлді сен алып бересің ғой бізге. Сіз деп сөйлесе әкең ғой. Брат, әлі шешілген жоқ ше. Күте тұрасың ба? Төртеуін асырай алмайын ше мен. Оны ажырасамыз. Ажырасқанда, бол, жақсы, брат. Жақсы, інім. Жақсы, әке. Жақсы, брат. Болмады ма? Жақсы. Көбеймеңдер. Братан, мына кроссовканы көрсеңші. Бұл кроссовка бар ғой, шыдамды ғой. Жыртылып қалмай ма ол? Жыртылмайды. Ей! Футболка аласыз ба? Не ұйқы сенікі? Айтшы, не ұйқы? Пайда бар ма содан? Пайдасы бар екен ғой сол. Ойбай жүді, не пайдасы екі? Түсімде сізді көрдім ғой мен. Нені? Интернетті екінші этажға көшіріп, реалист деп атын өзгертіпсіз ғой. Қой? Жақында ашылады екен, анау дейтін дәуен. Күшті. Ол рас жақында ашамыз ғой сол. Түркістанның халқы осы жаққа келіп отыр ғой, киінуге. Молодец. Таяқ ұйықтайсың ба? Бір носы бар. Не но? Ит сияқты үріп беруіңіз керек қой. Құрыш әй, сөзі болады екен, орындалады екен. Шынымен ба? Шынымен? Футболка әкеп бермедім ба мен сізге? Ұйықтап қалдың ғой? Ұйқым қаны келді ғой. Сіз ұйықтаттыңыз ба? Қазір, әкеп беремін. Шешесі саңшы мен. Когда қызымның әкесімен жолығуға бардым. Не жұмыс істейсің? Мәдениет үйінде істеймін ғой, Жетісайда. Жайша? Жайша болғанда оқыдық қой 4 жыл, соны істеймін ғой жұмыс. Қанша табасың айына? 500 мыңдай табамын ғой. Асырай аласың берден қызымды. Асырағанда енді бас еке болмай, мал төрте болмайды дейді ғой. Ертең нормально болып кетеміз, уайымдамаңшы. Мал көбейтуге олап отқан жоқсың ба? Жоқ, мал көбейткен емес. Енді өзімізді көбейту керек болып отыр ғой. Қалың мал 5 миллион оқыттық, тоқыттық. Қанша расход болды Қаружанға? Аружан емес. Анау Айдана ғой. Омай қызым бар ма немең? Анау ортаншы қызыңыз ше. Анайдана ма? Иә. Ол былай қала беріңдер. Үйде құр жатыр ғой бәрібір. Вообще расход болған жоқ қыз оған. Сосын болмайтын нәрсеге шақыра бермеңдер ше. Давай, короче. Бұзып қоймаңдар. Рахмет. Не қылды, ұйықтады ма? Бала ұйықтады, төбедегілер ұйықтамай жатыр ғой. Еркек бар шығар үйінде. Ей! Мен де еркекпін де. Тілің шығайын деп те, көрсейін ба еркек екенімді? Дәлелде онда. Тая жемегеніңе біраз болған ғой сенің. Ұрып дәлелдейсің бе сен? Содан басқа не келді қолыңнан? Болды ғой, аузың жапса, мынау тиеді ғой қазір, тошың тиеді ғой қазір. Витамин алсай, таза еркек боласың ғой. Витамин? Продукт алмай, сол витаминді алып, жеп отырайық соны. Тамақтың орнына соны жейік онда. Дә бір тойып тамақ жеп жүрік біз. 24 айға бөліп төлеу болып отыр ғой. Қой, аласыз сеш. Алсай 24 айға. Дә? Еркек болайық бізде. Көрші. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не болып қалды? Астыдағы көршілеріміз ғой. Ұйқы бересіздер ме, өтініш? Еркек тұрады ғой біздің үйде. Витамин алсай? Ма? Рахмет.
Бойдақпын. Қолға қуатпыз. Қатынның артынан кетіп қалған братанның үйіне бардым. Пук. Тәте? Кім әшіші? Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Қалайсың? Қашан қайтасың? Бір күнге келдім, амал жоқтан. Бір апта десем туып қоятын сияқтысыз ғой. Тәте, қашан қайтасың деп жатыр жинше. Тәте. Тәте. Мына жеп ал. Жартысын алып қалмадыңыз ба? Қайтып болсам мен. Онда холодильникке салып қояйын мұны. Тәте, жиншем тағы көтеріп қойған ба? Нешінші жинау? 8-ші ғой. Ой, бұл тәте немене болды ғой? 4 жыл болды ғой үйленгендеріңізге. 40 деген нәрсені естігенсіз ба? Тәте, негізі жаман көп ішетін сияқтысыз ше. Сау кезде тәбет болмайды маған. Неге? Тамаққа. Тәте, жиншемген? Роддомға кеткен бағана. Жан, мен келдім. Туып алдым. Айпе, не қылды жинше? Уже келіп қойдыңыз ба? Иә? Немене böyle? Ауылдағы иттеріңіз туғаннан кейін 2 күн жатады қорасында. Ринат, қашан қайтасың сен? Қазір қайтамын, не қылды? Жиншеңнің бір-екі түліктер бар еді да. Кім жеңді біз емес, сен шешесің пікірде соғысты бастай беріңдер. Лайк басып, арнаға тіркелсең келесі батыл тіпті қызық болады.